Жаңа серияны премьерамен бастайық. Бүгін бұйырса көлікті жаңа иесіне тапсырамыз. Кеше жол салып еді, шаң мұқыпты. Так, не айтайын дедім. Маған да осы майды құясын деп беріп жіберген болатын. Total 540. Осыны жаңа иесіне берем. Мына ремені жарайды, запасной тұра берсін. Баллонник, анау бәрі бар. Және өзінің өткендегі тығылып қалған несі ғой. Ойбай, қараң болып қалды ғой. Көрініп тұр ғой, не, радиаторы. Негізі тазалатуға болады. Қол тиген кезде деп, сол бере салайын деп тұрмын. Қазір келіскенбіз сағат 1:40-қа бұйыртса. Сол, қазір бұл көліктің қызықтарын айтып берем. Қандай кісі келді, қалай басқа кісілер аламыз деп жүріп, бұны мүлде басқа кісілер алып кетті ғой сөйтіп. Солға айтқанмен бұйырған кетпейді деген сияқты. Жалпы қазір иесіне бұйырса иншалла тапсыратын боламыз. Ал жігіттер, не дейміз? Елан ағамызға көлігі құтты болсын, аға. Астыңызда толсын. Көлігіңіз қалай екен? Жақсы ма? Ұнады ма? Күшті, ұнады. Негізі қазір мен айтып беремін видеода да, қазір екеуміз сөйлессек ұзақ болып кетеді негізі. Негізі бұл көлікке басқа адамдар жүгірген бар ғой, вообще. Ойда жоқ. Бірақ Ерлан аға кеше алдан қалаумен хабарласты, келді, көрді, бүгін бұйырса көлігін алды. Ерасыл, бауырым қалай, машина ұнады ма? Ұнады. Күшті ма? Құтты болсын. Енді бұйырса Қонаев қаласынан көлікті жиі көріп тұрасыздар. Алла нәсіп етсе. Құдай қаласа бұйырса. Бағана не айтайын дедім жігіттер, көлікті бердік, көпшілік жазады негізі комментада, сұрайды қаншаға саттыңдар деп. Жігіттер айттық қой, бағаны айттық. Бізде сауда жоқ, келісілген баға. Бәрі мынаны бәрін есептеп бір қоямыз. Сонымен сол көлікті сол ақшаға саттық. Ендігі мәселе, жаңа айтқаным, көп адам қызықты деген сияқты. Негізі бұл көлікке Атыраудан алдын ала төлем жасалған болады ролик шыққан кезде. Сол ролик шықты, алдын ала төлем жасалды. Бір клиент месположение сұраған, геолокация. Сонымен ол клиент кеп қалады ғой, задат жібергеннен кейін. Бірақ енді келгеннен кейін көре салыңыз аға дедім. Сонымен көлікті көрсетіп, көлікті ұнатып, кішкене ренжігендей болды, бірақ ренжімеңіз, енді бұйырмаған ғой деп ол кісіні шығарып салдым. Ертесіне Атыраудағы ағамыз сондай бір жағдайлар болып қалды деді. Көлікті ала алмайтын болды. Жарайды аға деп, сатылымы қайта шығардық. Қазір енді алған жігіт бірінші күн үлгермей қалдым дейді, өйткені біз описаниеде тұрған номерді алып тастаймыз ғой, уже көлік задатып берсе или сатып алса десе, уже номерді алып тастаймыз. Сөйтіп айтады да, мен қарасам видеодан уже номер жоқ екен дейді. Сонымен жұмыстан келесі күн келіп, не болды екен осы деп қарасам, номер пайда болып дейді. Сонымен звондап, бұйырса өйстіп премьерамызды Қонаев қаласына Ерлан ағамыз алып кетті. Алда көлік қараймыз, және де Ипсумның жұмыстары өте көп. Көре беріңіздер. Ассалаумағалейкум Асеке, қалайсыз? Жағдайың қалай, жақсы ма? Жалпы бізге машина ұнады, отбасымызға. Күшті, керемет. Еңбектеріңіз жемісін көре беріңіздер. Әр жанға жұғысты болсын машина. Табысы мол болсын. Премьераны шығарып салдық. Айтылған бағасына кетті. Енді бізде бампер, молдинг, артқы бампер, банандар, банан дейді, бананға ұқсағаннан айтады ғой сөйтіп. Боялып шықты сырт үстіне. Енді кепкеннен кейін көлікке кигіземіз. Бұл қай көліктікі деп жігіттер білмей жатса, бұл Ипсумдікі жігіттер. Бұны шешіп қойдық бәрін. Сосын терезедегі молдингтерді шешіп қойдық. Біреусі жетпейтін оны алдық. Алдыңғы роликті көрсеңіздер болады, қандай жерінде біткен. Енді бұйыртса бұл да кебет, жиналады. Ішінде біраз жұмыс бар әлде. Соны бұйыртса әдемі көлік болып шығады. Қазір көлік бізде сыртта тұр, онда бір түсіріп жіберейін. Ипсум осындай болып тұр. Полировкасыз, әдемі емес болып па? Неше бұл көлікте жанады. Так, ішіне келетін болсақ, өткен серияда көрсеттім бе, көрсетпедім бе жігіттер? Білмеймін, есімде жоқ. Так, сигнализация томогавка өткенде айтқандай. Осыны орнаттық, автозаводы, ашып жауатын бәрі де бар. Іші әлі де лас, орындық деген сұмдық болып отыр ма? Негізі қалғандарын жуғам, бізде қалып тұрған маңын шешіп алып,
осының артқы 6-7 адамның орындығын. Так, ортада Android камера заднего вида бар. Бұған билет салмаймыз деп отырмын. Өткені өзінің фарасын тазалау керек. И бұлда ксенон бір андай билет жарасатындай да емес та, ебісімша. Бұл көлікке наоборот жандай мухобойник, ветровик, әртүрлі жазулар деген сияқты нәрсе бұл көлікті ашады. Ветровик, мухобойник жаңасын алдым, ол өткен серияда бар. Туманкалар және фаралардың бәрін тазалауымыз керек болады. Так, бізде мына жерде отырып кеткен жері бар еді, оның бәрін жігіттер жөндеп қойыпты. Енді бізде астында мына жер сәл бостау болып тұр, осында ретке келтіреміз. Жалпы осындай жағдайда епсім теуіп отыр, сосын жуылады, содан кейін бастап жинаймыз, полировка орамыз деген сияқты. Сондай жігіттермен тағы да көлікке кеттім, басқа регионға. Бұйыртса епсімнің қандай жағдайда екен түсіріп кетейін деген ой. Осы аэропортта түсіремін қазір раз видеошы. Жел болып деп тұрады. Ренжімендерден түсіру керек бәрібір. Бір көлікке келдім. Бір қолда енді ол. Көлік Япониядан қалай келді, солай бір хозяин. Көлікті әлі өзімде көрмедім. Бірақ сөйлестім енді. Бәр жерін сұрап сөйлесіп, көлігі ұнаған соң келдім. Көрейік енді. Бізде бұрын контентте болмаған көлік қой. Ал келдім соңға, көлігімді көрдім. Ол көлік Mitsubishi Diamant. 2004 жылдан бері Вадим деген ағамыз екен. Көлігін жағдайы енді альхамдулилля болып тұр ғомнан. 2.5 97 жылғы состояниесі деген зор екен. Шым осындай Джиги 333.876 пробег. Қалай көлік сынып тұр мен. Так, келдік соңға, номер шештік. Ағамыз техпаспорт міне 2004 27 июль дейді. Ал Джиги, шықтым Джиги. Пограничник дейді. Қарағанды прямо дейді. Пограничник деген негізі атын айтаман сонша. Так, Вадим ағамыздың көлігі көз тимесін. Әдемі. 120-ны көрдім деп атқан жоқ қой. 120-да 3000 оборотқа жетер-жетпес болып тұрады екен. Бұйыртса енді Қарағандыға жеткеннен кейін көреміз қанша бензин жейтін. Әзірше осы шықтым. Әдемі. Шумоизоляциясы негізгі о жылдағы жапондық көліктер енді жігіттер бөлек әңгіме ғой, шын айтайын бар ғой. Деп көз тиіп кетпесін, енді аман есен жетіп алайын Алматыға. Содан кейін толық обзор ғой. Джиги Қарағандыдан бұйырса Газ Энерджида. Мына Газ Энерджи заправкада мен көптеген подписчиктар осы жерде көремін бар ғой, шын айтам. Бір 2 рет кірсем, соның біреусінде көремін ғой подписчиктарды. Так, мынау не дейді? Көрейік. 432 км жүрдім. Қазір толтырып тағы да құямын. Өлшеп көрейік, мына 2.5 қалай екен. Мынаң жүрсі бөлек екен бар ғой жігіттер, шын айтам. Көз тимесін, бірақ жүрсі деген керемет, комфорт жағы деген. Мен Сефиро комфортный ма десем, мынау оның жанында да комфортный екен да. Сол. Сефиро айлайтын жігіттер ренжімеңдер, просто мен де Сефироны жақсы көрем, Максиманы. Бірақ как она есть айту керек қой. Так, болса, мынау машина тесізден болса. Құйып алайық. Так, сағат 8:32. Бір жерге тоқтап демалу керек. Жаңбыр жауып тұр, жол нашар көрініп тұрады, обзор жоқ. Бұлай жалпы жақсы, фарасы бәрі дәлмейе деген сияқты. Бірақ мынандай қараңғыда жүрмей демалып алған абзалырақ болады да. Тұрсы бөліп қой, тұрсы. Мына алдында деген сынды көлікті. Так, көрейік жігіттер, не дейміз? 39 литр кетті ғой. Сонда бізде 8,5-нан ба? 2,5 литр автоматқа мықты, четко. Жол болсын, арғада кеттік.
Ақсу Айылда қонам ба деп едім. Қонақ үй таба алмадым. Сонымен Балқашқа келдім ғой. 1 жарым. Ақсу Айылда 1 сағат жүріп қалдым да. Ары бері. Так, не болды біздің шақырымыз? Қап-қараңғы дейсің ғой. Так, 791 дейді. Полный бактан кеткен деление 4-тен 1-і. 432 еді бағана, е? Әдемі. Әдемі келе жатыр. Мен берсе Балқаштан бір жерден тауып алу керек. Ұйықтайды. Әйтпесе жалғызға болмайды рисковать етуге. Так, 360 шақырымға 791 болып тұр қазір. 28 литр кетті. Дұрыс қой сол, 8,5-9. Қалай едесің да? 130 де басқан жері болды, 140 бен басқан жері болды. Нормально. Значит, бұл трассада 8,5-9 жейді. Қалада 11 кондермен нормально жүйсең 12-де жеуі мүмкін, е? 2,5. Нормально, пойдет. Кеттік, қонақ үй іздеген. Тұрғалай болыпты жігіттер. Страшно ма? Мен кеше Балқаштан бензинді құйып аламыз да гостиницадан барып номер алып ұйықтаймын деп қоямын өзімше. Ой, шіркін. 1 сағат жүрдім ғой номер іздепші. Бір гостиницада бір номер жоқ қой. Бос. Сонымен ашумен ары қарай бастым. Тағы да 100 шақырымдай жүрдім ғой деймін. Ұйқы қысты бірақ. Сонымен кемпингке тоқтап ұйықтап қаппын. 3 сағатта ұйықтап аппын ғой. Жүрдің көретін жер жоқ қой шіркін. Мына ісіп кеткен дейсің ғой. Жұмыс сондай енді, жігіттер. Не істейміз? Ұйқыны ашып алайық. Ары қарай Алматыға басамыз. Алматыдан сәлем. Негізі 1-2 күн болды келгеніме, жеткеніме, аман есен келдім. Бәрі жақсы. Көлікті теуіп жүрмін. Енді сіздерге бір түсіріп кетейін деп тұрмын да. Так, лючокты шешіп қойдым. Өйткені бізде мына жерде осындай кішігірім жұмыс бар. Қазір мен подборға тастап кеттім. Қалған жері енді зың ғой. Бағаланбай қалған көлік па деп ойлаймын негізі осына. Мына жерде кішігірім сынғаны бар, красканың. Бірақ особо көзіне түсіп тұрғанда жоқ. Кішкене артқа беріп отқан кезде тигізіп алған ба деген ой барып тұр. Так, мына жерлерде бар. Родной краска көп жері. Родной краска. Так, мынау бұрын боялған. Мына жер бұлай өңіп кетті. Білмеймін, бір қыздырып бірдеңе болып шығардым екен. Білмеймін, неге бұлай болды екен. Именно осы 20 сантиметр жер. И түсінде де кішкене бір өзгешілік бар, е. Соны тастап кеттім. Мына есік негізі стык боялу керек. Содан соң молдингтар. Қазір көзім бір көрсетіп өтейін. Бізде морда боялған екен. Өткен ана ағамен сөйлесем, неге десем, Екібастұз бен Павлодар арасында көп жүрдім дейді. Өткен Екібастұзда кешем тұрған дейді. Екібастұз Павлодардан 160 шақырым ғой. Бетонка трасса. Сол жерде майда тас деген жерлер көп болды дейді. Сол үшін бояттым дейді. Сол боятқаннан кейін мынаны қалдым дейді. Неге жарасып тұр өзіне? Жақсы, әдемі. Фарасы жақсы түсуі. Бірақ билет жасасаң өліп кете ма деп ойлаймын да. Мынаның іші мынандай домалақ болып тұр ғой. 3 дюймдік па, 2,5-дік па салып, ішінен сыртынан стеклосын полировать етіп деген сияқты. Сосын мына жерінде мынандай партак бар екен. Мына енді полировкамен кетеді біразы. Бірақ мына жер кетпейді. Бұл қатты бір вложение болып тұрған жоқ мен үшін. Осы үшін бір полный бампер бояғанда дұрыс емес па деп қоямын, или переходпен боятам бас екенге. Білмеймін, негізі көзіме түсіп тұрған жоқ қатты. Бұлай енді мына көлік бағаланбай қалған екен жігіттер, шын айтсам. Өйткені менде бір мынандай диамант, анау деген бір редкі естейтін да, бірақ көп емес. Цифира максималарда көп естейсің ғой. Мынада ондай болмаған.
бірақ деген болып тұр да жігіттер. Так, мен есім жауып екен ғой. Мынандай Starline бар. Ұяшсы? Жаңа кебедім бір жерден. Жүргізушіге ашық қой. Соны біліп тұрды ғой, сигнализация. Бәсе. Ішін түсіре береміз онда. Орындықтары. 335.474 болып кетті. Уже 338 алған мен. Так, мына жерлер мынадай. Андроиды бар. Кондиционері бар. Жұмыс жасайды. Так, маған ұнайтын оригинальный полигі бар диаманттың. Енді күшті көлік жігіттер. Көпшілік айтуы мүмкін, біз қазір обсират етіп, мына машинаға жола ма, қазір сен шарбайың жолда шығып кетеді, тағы бір жерің бүйтіп кетеді, сөйтіп кетеді деп. Жігіттер, көлікке қарасаңыздар, қарап айдасаңыздар, уақытылы тоғысы өтіп тұрса, ештеңе де етпейді. Так, мен жаңа материал алғам. Бізде әлі ипсум жұмыстары көп, сонда бітіру керек. Поликтардың бәрі орында. Іші тап-таза. Көлігі зың ғой. 2.5 MBV деп айтам екен, бірдеңе деп айтады екен бұны. Есіктерін майлап жүру керек. Осындай міне қозғалтышы. 2.5 коробкасы да әдемі екен. Сейчас ғой MBV деп. Мынаның көбісі андай GDI-ға қызықпайды екен. GDI десе деп. Жоқ, бірақ мынау өзінің. Бәр жері орында өзінікі. Мынандай жабыстырып қойдым дейді, өткен өзінікі де бар еді дейді, бірақ салбырап өңі қашып кетті дейді. Содан кейін мынандай шумка қойдым дейді. Енді Павлодарға қыста суық қой оларда. Соған қарағанда мотор тез суып кетпес үшін жасайма деп қоям. Так, гидровигі мынандай болады екен. Аны Красноярстан алдырдым дейді. Таппадым дейді Павлодардан. Біртүрлі, өткен мына терезеде не жоқ қой, рамка. Терезенің өзі ғана жүреді. Так, лаубойды ауыстырдым деді, тас дейді. Өткен мен трассада көп жүрдім деп айтты ғой, жаңа екі басты Павлодар ортасында. Келем өткенде. Багажнигін ашады. Так, кішкене чуть-чуть жаман болып тұр деп қояды. Жаман болып тұрған енді мына кішкене лас болып тұрған жүр. Бұлай тап-таза ғой. Мен багажнигін әлі пылесостап ештеңе істемедім. Так, міне арттарын бәрі осындай болады екен. Диамант жүргізген кісілер білетін шығар. Осындай бір қосалқы бөлшектерін берді. Менде бір роликтің дауысы или пассивник па генератордың бірдеңесі оталып тұрған кезде дауыс шығып тұрады. Соны ертең Макске апарам деп айтып қойдым. Так, сосын мына жерде міне кішігірім партак бар. Полировкамен кетпейді сияқты мына. Көреміз енді Асекеңмен ақылдасамыз ғой. Чапачам екен. Сол көлік осындай жігіттер. Огонь көлік қой, огонь. Так, мынандай светтері бар екен. Ана естасы, анау жанады. Боялған детальдер бар. Морда боялған. Жаңа бір есік боялған, и артқы бампер боялған. Қалған бәрі врадне. Ана Вадим ағамыз айтады ғой маған, артқы бамперді боядым дейді. Ол бампер детальға жатпайды ғой деймін да, машинаның темір емес қой деймін да ол. Жалпы осындай көлік жігіттер. Так, мына жерде Япониядан келген қағаздары бәрі тұр. 2004 жылдан бері 20 жыл ровно мінген ғой ағамыз. Қандай жұмыстар жасады бәрі текстовый файлмен жіберді маған WhatsApp желісіне. Оның бәрін қазір осы мен видеоны бітіргеннен кейін асықпай тұрып оқып. Қазіргі шақырымы қайтадан айтайын, 335.474. Соңғы қандай жұмыстар жасалды, соның бәрі сол жерде жазылған. Ол майы, қораптың майы деген сияқты. Ой, жаңа күнді бүгін диамантты Макске алып келдім. Жаңалық сол. Бізде өткенде айттым ғой, бір роликтің дауысы шығады деген сияқты. Қазір мен алып келейін камераны. Бәрі әдемі, бірақ кішкене бір. Бар ең үреге, бір ролик па, бірдеңе дауыс шығады да. Ремен? Сонда кішкене бір сондай дауыс.
қазір көреміз енді. Ал жігіттер, уақытты арада бір 2-3 минут өтті. Нұрекең бір лайфхак көрсетем дейді. Көрсетем дейді, не үшін ондай болып тұрған. Енді оталдырып көрейік қазір. Әлі ештеңе жасаған жоқпыз. Қазір дауысын естіп тұрамыз. Бізде кішкене дауыс шығып тұр. Осыған бұды шашам дейді. Қойып қалады дейді. Oldu mu? Сезінбейді ме? Онша бізге білмей тұр онша. Böyle bir olsun. Orası iyi bir mi? Lan yedin ha doğru doğru. Так, жеге таптық. Біз жаңа бұдыны дұрыс емес шашып тұр екенбіз, Нұреке? Енді ішіне шашу керек пе екен? Міне осылай істеу керек қой міне. Енді біз 289-ында ауыстырған ағамыз. Қазір 335-ім болып тұр. 45-ім жүріп тұр ғой. 46-ым жүріп тұр. Онда гренді ауыстырып жүрейік. Кеуге не? Енді тұрғанына да біраз болды деп машинадан тұрған жағдайын айтқан, потом айтам ғой неде видеода. Бопты, причинасы табылды, қазір оны емдейді енді, ауыстырады. Так, грэмді көрсетейін. Mitsubishi дейді. Оригинал. Так, мынау бір ролик екен. Манау да соныкі. Манау да соныкі. В общем, мықты фирманың қосалқы бөлшектерін саламыз. Қазір ходовкасын тексерейік. Алдында да бір Google бар. Момент дисктан болуы мүмкін, қытайлық резинадан болуы мүмкін, или ступичный подшипниктан болуы керек. Менің ойым. Енді көтергеннен көрінеді ғой. Көреміз. Көтердік, Google'ды таптық. Нұрекең мына дөңгелекте екен бізде подшипник. Наконечникке инвестиция жасалды. Енді айтатын жағдай. Көп білгіштер Нұреке айтады. Көп білгіштер айтады, шарып шығып кетеді мына көліктің деп. Нұреке айтшы өзің мынаны не дейсің? Сол үшін жасаған негізі шықпайды ондай. Ол анау уақытысында ауыстырмағаннан детальшы. Сол жасамайды ғой бір. Сосын айтады, ана жерде Мерседесте мысалы үшін поворотта шығып кетеді дейді ғой. Енді оның бәрі оригинал саса не үшін шығар ол? Уақытында ауыстырып тұрса дейсің. Сол үшін енді өзі жасаған реставрациядағы білмейтін дейін қаршы. Енді наконечникті көріп тұрғасын болды ғой, басқа жеріне қалғандар жоқ. Көлігі жақсы көрген ғой мынау кісі. Так, шарбы шығады деген әңгіме жоқ қой. Так, бізде енді сосын гурмен помпаның ғой, Нұреке? Или гур немен жүреді бұл жерде? Ремен. Ремен трещина. Көрінді. Енді бағана гремді ауыстырамыз. Гремді ауыстырамыз, мына ременді ауыстырып. Генератордікі жарай ма бақа? Генератордікі енді ауысқан. Жақында ауыстырған ба? Жаңа болып тұр екен. Сөз хорошо. Болды. Басқа жерге қарап. Болды, Нұреке, проблем жоқ. Барып Досжан деген жігіт сатады, сол жігіттен аламыз. Сол жағынан ступичный подшипник ауысты. Енді Google жоқ ходовкада. Мен барып мына ременді алып келейін. Мына жер мынандай сыныпты да міне. Жай неге грэмге кіріп атсақ, осыны байқадық. Генератордікі жақсы, мына шаршапты. Біттік жігіттер, 335.560-та грэм ауысты. Және сол жақ ступичный подшипник. Сосын гурдың ремені. Так, мынаны бір жерге жазып қою керек. Бекітіп. Болды, магаздрайтын жігіттеріне алла разы болсын, рахмет. Жұмыстары керемет қой жігіттері. Сол, описаниеда қалдырып кетем, контакттарын бәрін. Көлік жөндеу керек болса, Алматыда Жібек жолда хабарласасыздар. Семнела. Машина суыды. Қазір мен сіздерге от алдырып бір дауысын еткізіп жіберейін. Кеше грэмін ауысты ғой. Так, енді айтайын дегенім. Мен айтайын деген 335-600 болып тұр ғой. Енді 400 мыңға дейін грэм тиіспей қойса болады. Так, бізде мына партак білесіздер. Осының ар жағында бар. Так, выхлоп таза.
бірақ катализатор жоқ та өкінішке орай. Сосын мына момент. Так, сосын не айтайын дедім. Краскасын алып қойдым бұның. Көлікпен келдім. Сосын бір жігіт жаза берді кеше. Бісміллә, азып отырып олайын. Бір жігіт жазып қоймады. Осы машинаны ала берейші осы күйінде деп. Сонымен саудасы кеп тұр екен жігіттер. Сол боялмаған детальдер бар жаңағы. Соның бәрі солайына сатылады бұл көлік. Бұл енді клиент келген кезде көрсетем. Кімге бердік, қандай оқырманға бердік деген сияқты. Ал енді Маздаға келетін болсақ, Мазданы қазір бір қызық болайын деп тұр. Бұл Мазданы да бірдеңе қыламыз қазір. Алда көре беріңіздер. Мазда, жүресің жазда дейді. Енді жаз бітіп жатыр енді. Мазданы бұйыртса сатамыз. Қазір бір жерге алып бара жатырмын. Үйреніп те қалдық қой. Көліктерді тиеп жіберіп. Оның өзі бір бұл айтқанда бір дәреже шығар. Бізді көріп, сеніп деген сияқты. Тәте өт дейсіз. Так, сол, мен жүресіністі келе жатырмын. Қазір Жанармай құю станциясында автобуспен келісуім керек. Кездесуім керек. Келісу деген сөз көбейіп кетті ғой. Сол Маздадан соң бұйыртса Диамантты да жаңа иесіне тапсыру керек. Бүгінге жұмыс негізі көп. Бұл көлікпен де маусым айынан бері 3 айдай жүрдім ғой. Керемет. Әдемі. Ұнайды негізі Mazda Cronos деген машина маған. Көп адам айтады шығар андай. Каналдың аты простые ребята емес. Mazda Cronos или Nissan Cefiro деп қойып алыңдар деп айтады шығар бір күнді скоро. Так, автобусға тиеміз. Келдік, Междуреченск. Көлік Астана қаласына. Мейіржан деген жігітке. Мейіржан бұл жігіт басқа бірақ, не емес. Өткенде Приора мен Passat алған ол басқа Мейіржан, мынау басқа Мейіржан. Машин жалпы сандай. Кетті көлік, құтты болсын. Ну что, брат? Прощай. Да, босс, видимся. Так, Кронос кетті жиги. Ендігі кезекте Диамант осы түрінде Әзімхан бауырымыз. Әзімхан, ассалаумағалейкум. Машинаң құтты болсын. Рахмет. Әзімхан енді осы күйінің өзінде машинаға қанағат тұтып осылай алып кетем деді ғой. Жігіттер айып болмасын, бұйырған кетпейді дейді ғой. Ал, астында тосын көлігің. Рахмет. Ассалаумағалейкум жігіттер, простые ребята каналының көрермендері. Mitsubishi Diamant'ты осы жігіттерден алдым. Жағдай от, жұмсақ, керемет. Өзім видеоға түспегелі көп болды ғой деймін. Таңғы Алматы, Жібек жолы базары. Байқағандарында жігіттер бүгін Ипсум мен Магзрайфқа келдім. Ұнамайтын жерлері бар. Техникалық жағынан соларды жөндейміз. Негізі қозғалтқышын жасаған. Капиталкадан өтіп, біз обкаткасын өтіріп, майын ауыстырып, бәрін әдемі жасадық. Май жемейді. Тяга жақсы. Бірақ клапан зазор ма, білмеймін бірдеңе. Кішкене шумный бар. Енді Нұрекең соның маманы. Бұйыртса Нұрекеңге бүгін көлік тастаймын. Және де енді ходовкада бірдеңе сараған мүмкін жұмыстар бар ма екен. Енді бәрін диагностика жасап, список жасайды, ауыстыратын нәрселердің бәрін ауыстырамыз. Ең маңызды жаңағы дауыс мен үшін ұнамайды. Ысылдап тұрып істеп те көріп негізі машина. Сондай көлік қалмады. Mazda Cronos Астанаға кетті. Диамант Алматы қаласында қалды. Бірақ басқа жаңа иелері. Көлік бұйырсын. Әзірше Ипсум бар. Ипсум бүгін тастап кетемін иншалла. Тағы бір көретін көлігім бар бүгін. Одан соң ертең тағы да регионға ұшып кетуім керек. Мүмкін осы роликте болады, мүмкін келесі болады. Білмедім бірақ ол жаңа жігіттер. Таңғы Алматы, в общем сағат 7 таңғы. Нұрекеңдер 8-де келеді. Мен барып әзірше завтрак ішіп келеймін. Машина тастап кеттім. Нұрекең жоқ, Макс бар, список жазып, бәрін тапсырып кеттім. Дайын болғаннан кейін алып кетемін.
әзірше басқа регионға дайындалған басқа көлікке. Кеше бір көлік қарадық Алматыда. Онша ұнамады, проектке жарамайды деп шештік. Бұйыртса енді бүгін басқа қалаға ұшамыз иншалла. Көре беріңіздер, аман есен жетейік, көлікті көрейік, сол кезде видеода болар. Кейде ойлаймын, осы қалаға көшіп кету керек бізге, Асекең екеумізге. Бір екі бокс ашып алып, кішігірім детейлинг жасап, жақсы көліктерді сразу сур сатып отырып қалай ойлайсыздар? Павлодардан бәрі жақсы. 90 жыл екен жігіттерім намазда. Макс деген біздің коллега ғой тоже. Бірақ ол видео түсірмеймін дейді да. Бірақ осындай машиналарды тауып аламын дейді. Так, 202.359 дейді. Машинасын, екінші машина. Мен негізі басқа көлікке келдім, ондаға сүрім. Жағдай зауыр екен бірақ. Біраз болыпты гаражда тұрып қалғаны. Кішкене трайт етіп оталып тұр да. Соны күнге шығарып кеп тұрып көрейік дейді ғой. Мынау полностью в родном окрасе. Өзінікі. Қараймын оны аркаларына. Бір намек жоқ қой мына шірейтіне. Арт бампер ауысқан сияқты қызыл. Жаңа астын қарасам. Есіктің асты деген не болмай. Жақсы екен машинасы. Есікті ашып жаулы, орындықтың состояниесі, рульдің состояниесі. Бірақ мынаны құртыпты да. Өзінікін салу керек. Ручник ұстайды. Пробег осындай. Мен келген көлікті көрсетейін. Nissan Primera. Көп адам проблема дейді. Проблемада ештеңе жоқ жігіттер бұл машинаның. Так, мынау тоже родной краскада, но вторичный окрас. Осы есік 200 микрон көрсетеді, мына жоғары жағы. Асты өзінікі. Так, пробтар. Салоны. Бұл көліктің пробегі Маздадан да аз. Д деген жазуымен. Антенна рабочий, радиомен. Так, мына жер тоже родной краскада. Аркаларын қараймыз. Мына жерлерде вообще намек жоқ қой шірікке деген. Машинасы состояниесі зор ғой. Порықтары. Астында видеосын жіберген, шірік емес. Мына есік. Мынау Примера деген өзінің резиновый поликтар қалған ғой, сақталған. Бір әйел айдаған деген машинаны 21 жыл жүріпті. Сонымен сатқан ана Мақсат деген жігіт тауып алыпты. Жағдайы керемет. Бұнда ортасы кассеталық магнитофон, толық терезесі завод, родной и капот боялған. Капот енді түсі онша білмейді. Ана есік қой кішкене біліп тұрады. Осындай көлік. Білмеймін, маған ұнамай тұрған жерлері бар. Ойланып көрем. Қазір Маздан оталдырып көрейік. Мүмкін Маздан алып кетем. Көреміз енді тұрған. Негізі келген көлігім осы еді. Жағдайы зорский. Тех состояниеде кішкене жолға деген жарамсыз жерлер болып тұрды. 1500 шақырым болғаннан кейін қорқасың бәрібір. Так, мына жерде тағы бір 4 бар екен. 192 мың пробегпен. Біраз болған оталмай тұрғанына. Оталдырып қыздырып жатырмыз. Бәрі орында, колхоз жоқ. 2 деталь боялған. Қалай өтеймін мына іште? 192 мың дейді. Так, ортада климат емес екен бірақ мұнда. 2.6. Ша! Сыртқа шығарып түсірейін онда. Мына немістің машиналар шумоизоляциясы бар ғой, енді сұмдық жігіттер. Вообще ештеңе естілмейді сырттан. Жаңа Мазда мен Примераны көрдім, енді оларда шумкалары так себе ғой енді.
Япошка. Бәрі мыналар. Мақсат, сумкасы базар жоқ да? Ну, это Ауди, же да? Ауди, как ты хотел. У нее, посмотри, книжки там все есть, как ты любишь. Кассета, магнитофон. Запасной кілттері, да? Все как надо. Осындай екен. Қазір мақсатпен саудаласамыз мына Аудиді. Двойные полики. Өзінің іші, да? Отлично. Здесь только он прокурил что-то, видишь? Темекі шеккен дейсің ба? Ну, наверное, когда-то может. 92, да? Похолож. 93. Да, аккумулятор сзади у него. Ремень 92 жылғы. Ну, клипы, наклейки все еще стоят, видишь. Так, получается, мына крыло боялған. Но крыло вторичка, капот вторичка, остальное Ага. все целое. Қалған бір одне, да? Так, енді мына Ауди ұнап жатыр енді маған. Оптикалардың бәрі оригинал. Туманка, Германия. Даже мына радиатордан білсек болады ғой, машина көп жүрмеген арасында деген. Мусор болған жағдайда да, мынаны жусаң, былай майысып қалады мынау. Көп жүрмеген ғой машина. Ну, если даже в этом. Қатса? Да, көрініп тұр машина, четко екен. Цена такая. Я же не просто так прошу цену. Осындай. Ладно, какой-то, ладно, можем его заглатывать. Мақсат бауырым көлік жақсы таниды екен. Көліктердің жағдайы жақсы екен. Үш көлігі бар. Ауди, жаңағы Мазда және Примера. Пробегтердің бәрі 200 мыңға дейін ғой. Көпшілік айтады, неге бұл жақтың көліктері дейді да. Бұл жақтың көліктері жігіттер аз жүрілген ғой. Жағдайлары жақсы деген сияқты. Павлодардың бір жерінде жүрме енді. Бүгінше номер алып қалу керек. Примераның ходовкада жұмыстары бар, жолға жарамайтын сияқты. Білмеймін, неге оны жасай салмады екен. Білмеймін, оны айта алмаймын. Жалпы бұл көліктер маған болмады. Басқа көлік қараймыз. Болмаса ертең Алматыға шуылдаймыз. Так, мынандай Mazda Capella'да қарадым. Птичка ғой, былай айтқанда. Бірақ мынау оң жағы руль. Бірақ что-то бұл көлікте бір тартпай тұр. Рестайлинг, легализованный, Россиядан келген. Жоқ, басқа вариант қарай берем ойдым пока. Көлік көп қарап жатырмын, неге жігіттер, бәрін түсіру мүмкін емес. Бір-екі көлік кеше түнде қарадым деген сияқты. Білмеймін, бір көңіліме андай бір қалай айтсам болады, бір ұнамай тұр да. Содан кейін келісіп жатырмын, ойланып жатырмын, негізі варианттар көп. Каждый раз кейін сайын енді жақсы көлік таба беру ондай не емес қой. Болады бізде де бір отсечкалар. Енді бұйыртса біреуін келісіп қойған сияқтымын. Көруге 2 сағаттан кейін келістік. Бұйыртса ол енді жақсы көлік, жақсы сақталған деген сияқты. Алла нәсіп етсе, Алла қаласа келісіп жатсақ, мүмкін сол көлікті алып кетемін. Бұйырғанын көреміз енді. Жалпы сондай. Ал жеге, күткен көлігім осы. Виндом 10 шанақтағы. Енді 90% өзінің заводтық краскасында деп айтсам болады. 2D5 катализатор бәрі орында, жұмыс жасау барысы керемет. Енді генераторың кішкене починниктері шылдап тұр. Деген дефекттер бар. Мына жерде мінекей. Осы мына жерде былай боялған жері бар, бананның қасында. Жалпы көлігі өте керемет қой. Оптикалардың бәрі тап-таза, жасалмаған. Лобовой өзінікі. Көлік 95 жыл, 2D5. Жүрілген шақырымын айтайын ба? Бисмилля. 155.859
тек жанып тұр, дроссель тазалап едім дейді, содан проблема болды дейді. Тахометрге келетін болсақ, мына жерде көрдіңіздер ма, мынандай царапиналар болып тұр ғой міне. Сол царапиналар мына жерде бұрын үлкен кісіден алған ғой. Мына жерде диодовый бірдеңе қойған, мына жақсы жану үшін. Соны шешкен кезде кішкене бірдеңесіне тиіп кетіп мау деймін дейді. Ерқанат деген біздің подписчик жігіт екен. Былай айтқанда, жігіттер мына ендім капсула болып тұр ғой. Үйлердің состояниесін қараңыздар. Ағашты қараңыздар. Педаль. Руль. Есіктің картасы. 155-859. Бәрі штатный, CD чейджері бар артында. Кондиционер бәрі жұмыс жасайды. Сәл қымбаттау болып тұр, бірақ жағдайына көлік сай. 3 миллион 250 мың теңгеге алып жатырмын жігіттер мына көлікті. Қалай ойлайсыздар? Басқа көлікті жоқ, жақсы. Кеше қарадым, бүгін қарадым. Көліктер онша ұнамады. Барға қанағат. Осы көліктен әдемі контент жасап, әзірше жүретінде көлік керек өзіме. Көлігім жоқ болып тұр. Так, міне ременнің состояниелері. Пробегіне көліктің әңгіме жоқ қой. Осындай алам енді иншалла. Алматыға бүгін шығып кетуім керек. Павлодарда адамдар курткамен жүр. Мен жалғыз өзім. Мынандай тәпішкемен жүр. Южанин екенім сразу біліп қойған шығар адамдар. Бұйыртса көлік күтіп жатырмын. Жолға шығамыз скоро. Ал бұйыртса жігіттер жолдамын мен. Астана арқылы бару керек болып тұр. Менде мында рейканың салимлығы кетіп қалған ба, рульде люфт бар. Жүргізген жаман ыңғайсыз болып тұр ғой. Повороттарда резкий поворот бұрып қалсаң деген сияқты. Қараңыздаршы, қандай люфт. Машинаға да сезілмейді ғой. Соны Алла нәсіп етсе Астанаға шығам. Астанада дос бала бар. Сосын бір телефоннан танысып, біздің Қызылмаздан алған Мейіржан деген жігітке хабарлассам, кел бірге жүгірейік дейді ғой, бірге жасайық дейді. Алла нәсіп етсе келе жатырмын, 170 шақырымдай бар Астанаға. Барып, андай бір жүргізген кезде кайфовать етіп, жүргізетіндей қылып жасап алар ғой машинаны. Негізі опасный негізі бұндай нәрсе. Өйткені резкий маневрларда қолдану қиынырақ болады. Жалпы сондай. Астана, күт ал. Видеодағыдай бәр нәрсе оңай емес жігіттер. Сөйтіп кішкене нервің шығады. Былай ойланасың, жолда болғаннан кейін. Мен сондай шешім берсем. Астанаға жетіп алайын. Сол жақтан жасап алайын. Сосын асықпай иншалла шығамыз ары қарай. Так, алдымызда жаңбыр. Қалай көрініп тұр жігіттер? Бір линия болып тұр. Бізде қазір жоқ. Қазір 100 метрден кейін қырғын басылайын деп тұрған сияқты ғой. Ауа райы деген. Сондай. Басталды. Ал жеге келдім. Мейіржан, ассалаумалейкум. Осы жігіт алған болатын, қызыл жігітті. Енді қарап отырмын ғой, тонировкаға көңіл бөліп отырмын да сразу. Бұл тонировканы біздің бір оқырман жігіттер жасапты осы жерде Астанада. Қазір Виндомды кіргізіп қойдық, S102 дейді. Сол жерде жаңа рейкасын қараймыз. Сомнение болып тұр негізі, рейканың өзінен ағып жатыр ма, немесе салимблогының өзінен ба, енді көреміз. Осы Астанинский номермен көрген басқаша екен Мазданы. Осындай машина. О, шторка салып алып ішіне. Мейіржан, мынандай нәрсе болмайды екен дейсің ба Астанаға? Астанамен Қарағандыда мен көп болам, жүрем ғой жолда. Сөйтіп көп жаңбыр жауып тұратын байқаймын да, йо, бісміллә. Так, Серік ағамыз рейкін шешіп тастаған, біз тамақ ішіп келемін дегенше. 1 сағаттың ішінде молодец. Так, осы нәрселердің бәрі ремкомплексін ауыстырайық дейді ғой сразу. Сол Мейіржан екеуміз обед ұрып алдық. Қызыл Маздамен Астанада шарлатып. Қазір не бар екен, бір запчасть сататын жер. Біздің енді типа Карсити сияқты ғой деп ойлап тұрмын. Автоград дейсің ба? Автоград. Соған қарай шықтық қой бұйырса. Астанада Мейіржанмен барып
ремкомплектін алып келдік. Сайлинктарын мен жаңа алған сәлем блогын келмей қалды. Соны өткізіп басқасын таптым. Уже кеш болып кетті. Негізі жақсы, дүкендері сағат кешкі 7-ге дейін жұмыс жасап тұр. Әдемі керек нәрсенің бәрін вроде алдым. Бүгін бітсек тіпті жақсы болар еді. Бірақ геометрия 8-де білмеймін енді. Алла қаласа бітеді. Жоқ болса, онда реніш жоқ, ертеңге қалады, иә. Жігіттер, мына аяқ киімді қараңдар. Ұятын айтсай. Или ветровка да жоқ, аяқ киім летний, кір-кір. Бомж сияқты болып қалдым ғой, ё-мое. Ал жігіттерге рахмет. Серік ағамызға да, Мәкеңе де жүгіріп көмектесіп, бұйыртса рейкамызды реставрация жасап жолға шықтым. Бұйыртса келесі аялдамамыз Қарағанды қаласы. Так, Балқаштамын. Мен ана тұрған Шинолдан құятын негізі бензин. Соңғы күндері талон дейді, бірдеңе дейді әйтеуір. Ладно, Елосқа келдік. Көлік қалай болып отыр? Осында Балқаштың жолы бар ғой, бітпейді ғой деймін негізі. Ар жағынан бетонға негізі бітіп тұр. Бірақ біраз болды конустармен жауып тұрғаннан. Соны ашып жіберсе дұрыс болар еді. Қазір енді мына Балқаштың өзінің жолын жасап жатыр да, кішкентай жолды. Соған бір не екен анау? Бетон ба, цемент солай тастап кеткен ба? Көреміз қазір. Қарағандыдан кейін заправка жасаған жоқпын. Қазір көрейік. 360-370 шақырым ғой негізі Қарағандыдан Балқашқа дейін. Көрейік расходын. Чек жанып тұр негізі. Кішкене трайт еттім ұсып тұрған сияқты. Көреміз. 9-10 шығар бұл да сол. Енді ар жақтан бері құйып жатқаным сондай деп примерно есептеп жатырмын. Бұл километраж точно білмеймін. Негізі жобамен сол. Мынаны күнімен 0-ге қоя алмай жүрсем, мынаны басып, мына жағына басып тұрады екен болса, мен қойылады екен. Қиналып жүрмін. Колхоз дейсің ғой. Так, Қарағанды Балқаш 360 дедік қой. Так, ровно 30 литр кетті. Жаман емес. Даже 8-ден жеп тұр деймін. Примерно. Жүрсе әдемі екен. Мақта 150-160-та спокойно ұстап отырасың ғой. Кеттік ары қарай. Бұйыртса Шығанаққа 73 шақырым қалды. Енді остановка. Өйткені мынаны қараңдар енді. Жолда абай болайық жігіттер. Хорошо, что жанымда машина болған жоқ, Алла сақтады. Мынадан бөлек алдында тұрды мына жерде. Мен 90-мен бе келе жаттым. Білмеймін, не бірден басып кеттім ба. Резинасы уже ескі ма. Бұл протекторлары жақсы болғанмен резина кеуіп кетеді деген нәрсе мүмкін осы ма екен. Өйткені бұл дөңгелектер сол неге тұр ғой, 2003 деп. Қалай киген мына көлік солай өзінде тұрған ғой. Соған қарда кеуіп кеткен ғой. Енді мынаны салып қойдым. Мына жерде резбасы ауыр ашылды, салмай қойшы дедім, мына болдың гайкісін. Таблетканы артына салдым. Енді Шығанаққа дейін вулканизациямен бірдеңе болар. Маған 205-65-15 дөңгелек салса, табылса сол болады, кетпесе ақырындап жүре беремін енді. Абай болыңдар жігіттер. Шығанаққа жеттім. 73 шақырым қалды деп айттым ба жаған? Ақырындап келдім. Ақырындап болғанда 80-мен келдім. 50-мен қашанғы жүріп отырасың? Заправкаға кіріп, жаңағы нені стап көрсем, докатканы. Қызыпты резинасы. Енді алда әлі 370 шақырымдай бар Алматыға дейін. Сол себептен резина алу керек. Бұл жерде бір соған дейін жететін бір резина береді, бірақ 10-ның қаласында соны. Не істейсің енді? Егер дейін жету керек. И ойланып тұрмын негізі, бір комплект жаңа салып жүру керек қой бұған. Қиналмай, қай жерде қалай атылады деп отырасың ба? Ескі резинаны. Ал жігіттер, Алланың қалауымен кірдім. Енді Алматы басталып жатқан жер ғой. Бұл бізде Шабыт, одан кейін Междуреченск, Чамалған, анау. Жалпы родные края дейді ғой. Осындай. Алла нәсіп етсе, бәрі жақсы, келдім. Кішкене шаршадым. Осы поездкада кішкене шаршадым деп қояйын ба? Нече, жақсы.
Так, бүгінше не істеймін. Қазір енді гаражға барғаннан кейін белгілі болады, иншалла. Жалпы негізі ертеңге план құрып отқаным, бұйыртса Макс драйвтарға барып, мынаның геометриясын жөндеу керек. Ходовкада жұмыстары бар. Ипсумда істеді екен. Бітсе алып кету керек деген сияқты. Жалпы сондай жұмысымен орып жатырмыз, е. Неше, осы серияда 2 рет барып кеп тұрмын ғой уже Павлодарға. Әлхамдулилля. Қайырлы таң. Макс драйв. Жұмысқа кешіп кеп жатсың ғой. Десең мен өзім 7-ден кеткенде кеп аппын ғой. Таңертең тұрғанда түріңді көргің келеді деген рубрика жоқ бүгін. Так, бүгін кеше келдім. Аман есен пландарды ойластырып, Макспен сөйлесіп, бүгін Ипсумның бірақ жұмысы қалды. Соны бітсем, алып кетуім керек болады. Оның орнына мына капсуланы тастап кетеміз. Так, 157.626 болды. Так, чек жанып тұр. Так, ана ремень дейді. Ладно, келдім ғой мен қазір. Сосын мынаның енді ана қойған енді түсіндім мен жігіттер. Мен ойладым, жарығы жақсы ғой деймін да. Мына тіл көрінбейді екен ғой. Қанша мен бара жатқаны, мысалы судыкі, бензиндікі деген сияқты. Бұлай видеода көріну мүмкін, бұлай водительдің орнында отырасыз ғой, мысалы. Ана көрмейді, іші қараң болып тұр. Енді оның бір жолы болар. Ашкөмен сөйлесіп көру керек, ана тілдерін бәрін қызылып, толықтай аптетұрын болатындай апша. Ладно, ол басқа әңгіме ғой, ол ерінді. Сосын магнитофон штатный тұр. Жазуларын бәрі орынды, өзінің пробегіне сай болып тұр. Бірақ өкінішке орай бұл канал ұстамай тұр. Мына жерде дисплейде ештеңе жанбайды. Так, бізде мына орындың астында усилитель бар. Соны қарау керек, немесе магнитофонның өзінен. Так, мына жерде бізде кассеталық және артқы багажникта CD чейнджері бар. Орта мынау. Кнопкалар бар. Так, мынау андай салонның ауасын тазалайтын. Багажникте міндетті түрде жұмыс жасайды ол. Салондағы ауаны тазалап тұратыны. Так, сыртын бір көрсетейші, мынау көлікке тақап тастамадым ба? Бісміллә. Ойбай, кешір. Фараны өшірмейсің ба? Ақылбек дейді ғой. Бір жағынан күлгім келеді да кешеше. Капсула деп жолдан шығып кетіп өліп кетіп жүрміз ғой. Осындай көлік табамыз деп. Так, міне екі ақама өзінікі. Кеше кішігірім жудық. Ана Балқашта келе жатқан раствор ма, лай ма, білмеймін екен. Әліге дейін сол кетпепті ол дұрыс. Мен бір шайып алдық. Міне көрдіңіздер жерде протектор бәрі жақсы. Мүмкін мен бірдеңе басып кеттім кеше. Солай да болуы мүмкін. Бірақ олай деп айтайын десем, сразу білер едім ғой деймін да. Ладно, кеттік. Мынау өзінің Япониядан келген дөңгелегі. 2003 жыл 38 апта деген сөз мына. Дисктардың жағдайы жақсы екен, сызылмаған, ештеңе қылмаған. Енді ана немен жусақ, диск жуатымен керемет болады. Біраз өңі кірді ғой көліктің. Кеше жуып алғаннан кейін трассадан кейін енді бұндай болып тұрады да. Трассада не көрмейді бұл сорлы. Осы жағынан керемет көліктің. Мына жанына келетін болсақ, көрініп тұр ма? Мына көршісі Алқаш атамыздың көлікті мына көшеде тұрған ғой осылай. Мына Алқаш айдаған, енді Алқаш емес шығар, білмеймін, ішкен ғой дайсыр. Сонымен келіп көлікті сызған ғой. Сол үшін мынаны бояған. Мына есікте боялған моменттер бар. Сөйтіп біздің капсула временемізді осы құртып тұр да сол. Осы екі есік ұнамайды маған. Бірдеңесі болар. Кесе Асекеңмен сөйлестім ғой. Амалдаймыз ба десем, конечно дейді. Так, алдыңғы бампер. Осы екі есікпен бірдеңе шешуіміз керек. Сосын артқы бампер. Енді боялатын, ауысатын детальдар ғой. Есік қарап көрем, мүмкін привознойдан жақсы состояниеде боялмаған родной краскада болатын болса, сондай салуға
тырысамын деп қоямын, мынаны бүйтіп қоямын деп қоямын. Көліктің өзін алған бағасы анау, жасап жатқан нәрсеміз анау. Кеше Рейканың келе жатып оған 50 000 теңге салып тастадық. Келген жолы бар деген сияқты. Бопты, көреміз енді. Рахаттанып бір жасайық та. Содан кейін бір нақты суммасы шығады ғой. Так, мынау кеше менің неде алған дөңгелегім ғой. Шығанақта. 12 000 теңгеге. Новый дөңгелек салатын болсам, бұны тастаймын, не аламын. Так, содан соң маған артқы 2 оригиналдық заводтық полик керек болады. Сол жоқ дейді. Қалған жерін бәрі керемет. Бұлай айтқанда салоны почти новый болып тұр ғой. Бірақ кузовта жаңағы 2 деталь ғой. Бампер ерінде. Жалпы осы, білмеймін жігіттер, Windom осы сериясы, Windom туралы осы жерде бітіп қалуы мүмкін. Өйткені білмеймін, Нұрекеңмен сөйлесем, кезек қалай болып жатыр екен. Бүгінше енді бір жұмысы Ipsumның бітсе, соны алып кетуім керек. Ipsumды осы бояғаннан кейін көрсетпедім ғой жігіттер. Бір слой полировкасын ұрып қойғанбыз. Тұрғы шаң басып, ремонттан кейін. Енді бұны жуып алып, тағы да қалған слой полировкаларын бәрін ұру керек болады. Қазір макеңдер кесін, сұрайын, қандай жұмыстар болды екен. Іші де сырты да бәрі бітіп отыр әзірше. Нече? Жуып, реттеп аламыз. Машинаны алып кеттім. Бір шайып алдым. Енді полировкаға дайындаламыз. Оған дейін мына жерде міне кішігірім тас тигенін көріп тұрмын да. Сол үлкейіп кетпесін деген оймен. Так, мен Эдуардқа келдім. Соны клейтет бастау керек мынаны. Так, көрінбейтін жер видеода. Міне. Әйтпесе ертең үлкейіп кетуі мүмкін да. Көліктің дауысы деген жігіттер көстемесін. Дауысы да, жүрісі де, жұмсақ күшті болып қапты. Так, мен эваполикпен жұмыстар болды. Қазір роликтің соңғы жағында айтам. Мына жерде переделкалар болды. В общем, көлік бітуіне аз қалды, Алла қаласа. Скоро көреміз. Мына стеклоны көрсетіп жіберейін деген ғой. Көптен күткен Ipsumның финиші бұйыртса. Тас тиген жерін жөндеп қойдым. Көлік жалпы жағдайы осындай болды. Жаңа тағы бір слой полировкасын өтіп шықтым. Білейм, түсі әдемі осы көліктің өзіне жарасымды. Жасыл, асты, серебросы. Бұлай өзін керемет ашып тұрған сияқты. Қалай ойлайсыздар? Тонировка өзінікі. Біз жабыстырмадық. Өзінің оригиналдық, сол жапондық қалды. Так, порог екі жаны да жаңадан салынды. 4 аяқ жаңа. Дисктарын боядық. Білмеймін, көлік өзіме андай бір ештеңе, артық ештеңе жоқ та. Сток түрі. Енді мухобойник айттым, осы көлікке жақсы жарасады. Енді бірлер айту мүмкін жараспайды деп. Енді қанша халық бар, сонша мнение. Дұрыс па жігіттер? Так, гидравиктері мынау сырты. 2 люк, фарасын бәрі регулировка жасалды. Іштері ашылып тазаланды. МТК лампочка салдық. Алдында бірінші видеосында бар. Так, противотуманкаларын жақтық. Мынау бізде пластик, мынау бізде стекло. Мыналардың полировкасын жасадық. Жалпы осындай көлік. Бісміллә. Үстіне көшейік. Так, бізде мына жер отырып кеткен болатын. Оны Асекең стекловолокнамен жасады.
қанша жудық мына көлікті. Сонда кеше Азамат айтады маған, осы көлік әлі лас сияқты ғой Ақылбек дейді. Жоқ айтамын, просто күнде өзің мініп көріп жүріп өзің жуғаннан кейін көзіңе онша білінбейді деймін. Так, полный бак почти бензині бар дейсің ғой ішінде. Кеттік, не істейді, не істемейді. Екі люк, екеуі де істейді. Мыналардың бәрін қайта жақтық. Мына жер бірақ сәл тустылау болып тұр, білмеймін неге екен. Бірақ ауысты лампочкасы. Android қойылды, білесіздер. Камера задний видосы бар. Музыкасы керемет мына көліктің. Динамиктері андай шашап қалған емес та, кәдімгі дік ұрып тұр ғой. Так, ручнигі бар, жұмыс жасайды. Так, бұл көлікке эвополик салдық, толықтай. Мынау Каспийден заказ берген болатын жігіттер. Мынанда переделкасы болды. Ательедегі қыздар көмегін тигізді. Бізде ана жер былайына әдемілік кемей қалды. Сосын газдың педалі тұр ғой. Соны астын кестім. Өйткені ана педаль ана тиіп қалады. Нашар болды. Жалпы біраз деген кірі кетті осы көліктің. Атамыз білмеймін, мойкеден ақша аяған ба. Орындықтары бәрі ашылды, өзінің түсіне түсті. Обшивкалардың бәрі жөнделді. Тряпкалар ашылып кеткен жерлер болған, бәрі клейт етіп жақсы жасалды. Так, мына Android'тың USB шнуры ары қарай шығарылды. Андай флешка тағатын болса деген сияқты. Көлікке келетін болсақ, қозғалтқышы. Өткенде Макстар қандай жұмыстар жасады? Клапан зазор, ходовкада 2 алдыңғы амортизатор ол жақта ауысты. Енді мына көлікте 4 стойкада жаңа болып тұр. Артын жайсик ауыстырды, алдын Макстар. Чашкасымен қоса, ходовкада басқа жұмыс сол. Сосын мына рулевой колонканың крестовинасы ауысты. Не сатылады екен ғой ол? Жаңасы жоқ екен, оны привозной таптық. Сол салынды, 2 амортизатор жаңайтын чашкасымен. Сосын май суы бәрі ауысты. Бізде мына жерде печка радиатордан өкінішке орай несі шлангдан тамады екен антифриз. Так, мына поликтің асты қазір жігіттер кішкене антифриз болып тұр. Енді оны сен емдеді Макстар. Қайтадан шланг салды ма, или басқа сальник салды ма, білмеймін. Сосын майы коробкадан коренойы және тағы бір жеңіл май ағады екен. Бәрін тоқтатты. Енді машинаның асты сухой. Қалай болу керек солай. Геометрия қойылды кейіннен көлікке. Енді жүрісі керемет болып қалды. Қозғалтқыштың дауысы да маған ұнайды. Қораптың переключениесі тоже білінбейді деп айтсам да болады, андай листайды деп айтады ғой. Енді осы жастағы көлікке ол нәрсені айтып мақтанбағанда қайсысын айтып мақтанамыз жігіттер? Айтыңыздаршы. Бұл көлікпен бір ай жүріппіз ғой жігіттер. Сенесіздер ме? Бір ай жұмыс болыпты ғой, техпаспортқа қарасам. Аз жұмыс болған жоқ жігіттер. Өздеріңіз бағалап кетесіздер ғой. Так, арттарында көрсетіп жүрейін. Есіктердің шарнирлердің бәрі реставрациядан шықты. Кішкене отырып кеткен жерлер болған, оны Асекең емдеді. Так, мен айтқандай жігіттер, мына 3-ші ряд сиденьеге де эвополик тіккіздік. Ол мынаумен қоса жүрмейді екен, оны қыздар жасап берді. Қайсы артына отырып көрейші осы көліктің. О, бісміллә. Мына жер мынандай болмаса күшті, осы Короллаларда бар ғой. Осындай нәрсесі жоқ. Керемет та. Так, мынаны аласың деп былай түсіресің. Былай жатасың ғой. Алыс жолға кеткен кезде деген сияқты. Таптырмайтын көлік негізі. Біз негізі октябрь айында әкеміз, Асекең бар, мен, және бір ағамыз бар, 4-еміз бір жерге қыдыруымыз керек негізі. Оны алда мүмкін көресіздер. Сол поездкеге дейді, әкем айтады, осы көлік күшті ғой дейді. Енді үлкен кісілерге аяқ қойып созатын жер бар мысаға да. Мынау артқы орындықтар жатады, іші кең, асты биік деген сияқты. Көреміз Алла қаласа. Бірдеңесі болар. Көлік енді оған дейін өтіп кетпесе, мүмкін сол поездкеге осы ипсумен шығамыз. Ол жақын жер емес. Оны барып жатсақ, өмір болса, иншалла көресіздер. Осындай. Так, енді қай жағын? Багажден түсірейін ба? Қасын арты орындығын жөндеп жүрейін. Опа. Так,
багажнигі осы. Мындай полкасы бар екен. Так, мынаның домкраты орында. Так, атамыз берген бірдеңелер бар еді. Оларда жаңағыдай аварийный знак деген нәрселер болған. Солар соның ішіне салып қоюымыз керек. Жалпы осы көлік жігіттер. Негізі ролик сұмдық ұзақ болды уақыты. Рөліктің шықпағанына да біраз болды. Енді жұмыс көп болды, негізі шын айтқанда. Соны бітірейін деген біз. Осы көлік жігіттер, бағалап қойсыздар ғой. Так, айтпақшы, сигнализация қойдық, автозавод ашып жауады деген сияқты. Енді біраз бұл көлік, олай айтқанда, енді Аллаға шүкір, қазіргі жағдайы келген кезіндегі жағдайдан әлде қайда жақсы ғой. Қызықтырса жігіттер, описаниеде номер қалады. Сонда хабарласамыз. Ұнаса алсаңыздар болады. Ролик шықпағанда да біраз күндер болыпты. Оның себебі мына көлік және де басқа көліктер бәрін енді роликте көрдіңіздер. Жұмысымыз ұнаса міндетті түрде бағалап қойыңыздар. Енді көпшілік Ипсумның бағасын жіберіп алды деп отырған шығар. Жігіттер, бұл көліктің бағасы 3 миллион 600 мың теңге. Көптеген жұмыстар болды. Өзіміздің лимитімізден асып түстік. Өкінішке орай кондерына жете алмадық. Көлік осылайына сатылады. Описаниеде номер бар жігіттер. Қызықтырса, алам деушілер болса, хабарласыңыздар. Виндом, Алла қаласа, келесі серияға қаламыз. Бұл көлік негізі бір атаның көлігі болған. Оны біздің оқырманымыз осы жақтан тауып алып, ары қарай реставрация жасаймын деп Павлодарға алып кеткен. Сол жерлері осы роликте айтылмаған болу керек. Ол жігіт осы жаққа автоподборщик жіберіп деген сияқты видеолардың бәрі менде WhatsApp желісімен келді. Оны келесі роликке қызық болсын деп қалдырдық. Виндом әзірше Max Drive Festосында ремонтта тұр. Бүгінгі сатылымда көлігіміз Ипсум. Осы 20 шақты күннің ішінде жігіттер біраз жұмыстар болды, шын айтқанда. Ол 2 рет Павлодарға барып келдік, ана көлікті бұлай саттық, ананы Астанаға жібердік деген сияқты. Осы ролик сол жігіттер. Ұнаса, жаңа айтқандай бағалап қойыңыздар. Аман жүрейік, келесі серияға дейін аман болыңыздар. Ассаламу алейкум.